коклюша берется. Баланы отырғызамыз. Я, отырғызамыз. Егер кішкентай бала болса, артынан біреуді фиксациялауға просим. Баланы ұстап отырған. Үлкендеу бала болатын болса, я, просто өзін отырғызамыз. Қолымызға шпатель аламыз. Басын көтеріп қоймын. Если это при дифтерии, я, басын шпательмен ашамыз на утро, он должен быть натощак, тамағы шайқалмаған, ештеңе істелінбеген. Тілін фиксациялаймыз, қай жерге тигізбей. Дифтерия кезінде қай жерден аламыз жағындыны? Жұтқан жақта. Ой, бадамша. Понятно, бадамша безінде орналасқан жағынды. Именно қай жерінен? С вами говорили, қоздырғыш мына жерде болады, мына жерде болмайды деп. Сау тінмен зақымдалған тіннің екеуін шекарасынан аласыздар. Жағынын алдыңыздар, қайда тегізбейсіздер. Мына жағынды сіздерде екіге, таяқша екіге бөлініп тұр. Мына жағында араң деп жазылып тұр. Араң деген жерге засеваете. Выкинули, да, скажем, например. Мен орында қойып жатырмын сразу. Екіншісін алдыңыздар, қай жерден аламыз? Мұрыннан. Мұрынға енгіздік, я. Бірінші вообще мұрыннан алу керек негізінде. Мұрыннан енгіздіңіздер и алып шықтыңыздар. Мұрын деп тұрған жерге, нос деп тұрған жерге барып засеваете. Петри таяқшасын жаптыңыздар, термостатқа жылуға 37 градусқа қойдыңыздар, и потом там он выращивается. Адам температурасы. Бактерия бізде жылуды жақсы көреді өйткені, я? Суыққа қойсаңыздар өліп қалады, ол жерде ештеңе өспейді. Енді коклюшта то же самое делается, но берется из откуда ротоглотки. Араңны мұрыннан алмаймыз. Ротоглоткадан алдық, енгіздік. Но у него среда будет кровяная, Қанды агар деп айтады. Қанды көмірлі агар болады. И екінші әдісі бар, метод кашлевых пластинок. Баланы отырғызамыз. Мынандай шпательмен жаңағыдай алып, жұтқыншақтың артқы қабырғасын тітіркендіреміз мынандай таяқшамен. Жұтқыншақтың артына тегізсеңіздер, бүйтіп жыбырлайды да, или құсқысы кетеді, или жөтеле бастайды бала. Сол кезде мына таяқшаны әкелесіздер де төсеп тұрасыздар. Мына жаңағы сілекей қақырықтың нелері қорек ортасына бару керек. Тоже закрыли, поставили в термостат. Бұл жөтел табақшалары әдісі деп аталады. Метод кашлевых пластинок называется. Понятно? Хорошо, дальше. Еще что осталось?